Тамақ істеу басталды ғой. Ағалар. Welcome to Чымкент. Қош келдіңіз. Халатпен көрген бір түрлі екенсіздер. Ана секірген кезде халатпен жасап монтаждаған жоқпыз ба енді. Енді жігіттер неше күннен бері жер қазып, мал сойып, демалып, Қызылорданың желі кәдімгі беттерін кеп тұрды ғой. Бүгін енді бір от души осы аймақта демалсын деп кеп тұрмыз. Короче, жігіттер, мына зданияның ішінде білгендерін істеңдер. Мебельдерін ұрлап алып кетпейміз, төсектерін бүлдірмейміз, бассейнге симейміз. Oh, midnight highway, shining just like sin. Glass starman. Ал ағалар, сыртта бізде бассейн. Қараңыздар. Біз бассейннің сыртта бассейн бар екенін білеміз ғой, өйткені кіріп жатқанда көрдік қой. Салқын емес пе екен бұның суы? Жоқ, жылы суға. Жылы ма? Суда сен істеші өйстіп? Салқын болса. Қалай? Суы. Негізі жігіттерге бассейнге суға түсуге болады, бірақ бізде бір ғана шортик бар, мынандай не бар? Шортик дей ма, не дейді? Шорты. Шорти бар. Арамыздан енді бассейнге енді өзің іш киіммен түсе алмайсың. Арамыздан бір адам суға түсу керек қой. Мен ойлап тұрмын, бүгінгі осы бассейнге суға түсетін адам Бақтияр досымыз деп тұрмын. Осы кісіге осы шортині берейік. Қата. Сіз Бәкеге ғана шорты бердіңіз да, қалғандарына бермедіңіз. Бәкені ең қатты жақсы көретін сияқтысыз, иә? Енді мен достарымды бөліп жармаймын. Ананы жақсы көремін, мынаны жақсы көремін. Просто Бәкең бізде ана су ұстап көрші. Жаман су. Бай. Қатты салқын, иә? Просто ана балдар ауырып қала ма деп тұрғам ғой. Бәкеші сынды. Ол ауырмай ма? Жоқ, Бәкең де ауырады ғой, бірақ просто бұл ертең больницаға жатады. Бәке, сен 2-3 күннен кейін жатасың, иә, больницаға? Итак па? Жоқ, итак онсыз да өзі больницаға жатады. Бірден бәрін емдеп шығады ғой. Қызылордада жүріп ұрғаны бар, таған түспеген бар, бәрі бүкіл ауру жинап бірақ жатсын дедің ғой. Бәке, мына жаққа түссе пар бар, не қыласың ғой, иә? Жүзіске кірейік. Ана жерден жағажай ұқсатып жатуыңа болады. Бәке, ұнап жатыр ма? Лестницасының өзі тамаша бар, Жанады, иә? күшті екен, күшті. Керемет, өте қатты. Мынандай үйіңіз болса, Қалжан ақымда. Бізде Қалжан ақымға мынадай үй салу үшін қайдам? Потолок болады ол кезде. Үйге ешкім кіргізбеу керек болады. Сен келсең танымай қалсам десең, иә? Мен фотоға түсіріп отырсыз, дәл Бізге бұйырсын осындай үй. Әмин, әмин. Душ мінекей. Мына душтары. Неше адамға арналған қалада? 4 адамға арналған душтар, өте әдемі. Пар бар, мінекей. Мына жақта пар ма? Пар. Бәкең отыр іште. Ассалаумағалейкум, Бәке. Бәке, не отырсың салқын жерде? Банясы әлі қосылмаған жаңағы. Пардың бассейннен кейін не салқын жерден шығып, салқын жерге жылынып отыр. Микроволновка түсіп, микроволновник. Бәкен, аяқ отырсен, ау жылы. Бүгін осының ішінде аунайт шығарым қолда жатып. Әкетеді бұда. Әкетеді. Әкетеді батыр ғаның деген. Қарсаш. Аяққа, белге, мойынға. Тек тамаққа ше. Тамаққа тойып аласың. И кіресің. Тамаққа ғана тойып па? Конечно. Бүгін бұлай деп тұр, ол үшін бар ғой. Енді неше күннен бері жігіттер жер қазып жатыр, көк шаң, от жағу, ыс сасу. Енді мынандай бір әдемі жерге келген кезде жер қазып, мал сойып жатпайық. Шашлик істеп деген ой болып тұр. Қандай шашлик істейміз, Қанеке? Қандай шашлик істейміз, соны айтшы. Мынандай темірге тығатын істемейміз ба? Сосын Бұрыш, жуа. Жуа жаз. Татып. Так, не керек бізге
Так, баранина істейміз а? оны істейді, баранина бар. негізі бізге бар ғой баранинарды ким антастайды? жоқ бізге негізі от жағып мынаны пісіретін адам керек ананы өшіре сал ой досым бәрі дайын баранина бар енді сендер енді мал соймай жер қазбасын деп жатқан жоқпын ба давай от жағамыз неғылайық картошка ашып бақа давай Шоққа көрсек. бәке от жағып шоқ бақша сен енді түрің отқа ыңғайлы от жағуға от жағыпта бәке сен давай мынаны апара жаға бер отты мен ондай не қыламын ондай мен не істейсің деп сұраса Сіз не істейсіз, а? давай не істеп жатқанын қарап жүрмін Контроль ма? контроль жасап А, сіз шеф-поварсыз. жүрмін шеф-повармын ғой Так, соусқа өздерің ыңғайлы. мен енді таң ішем Таныш етіндей болып тұр ма? Сіздер угольмен істейсіздер, істей аласыздар ма? Точно? сол уайым болып тұр сендер угольмен істей аласыңдар ма угольмен істейтін болсаңдар онда бақтияр бізде угольмен айналыссын Неге? ау Неге? үстінде анда қолына уголь жұққаны бетіне жұққаны білінбейді ғой Қағаз. Мына уголь. нағашына енді қалай болады мынау мынандай мен біздің балалар істеп көрмеген ғой бәке мынандай угольмен шашлик істей аласыңдар ма бұда Білмеймін, бірінші рет көріп тұрық бізде бұл жақта. Шымкенттен ондай емес екен, біз жақта басқа жермен істейді ғой. мен негізі анау ат қорасын сакский банясын көргім келіп тұр Көріп қайтамыз да? мен өзім арманым ауылға сакский банясы болып мындай қамыстан сол балдарды осының ішіне түсіріп сол баняны өртеп жүруге болып тұр ғой Біздің ауылда, құдай қаласа, мына кім Қанекең ойын айтты ғой. Мындай салып жатса, біз ішінде қонат шығармыз кеше. Аға, қалайсыз? Жақсы. Бассейннен ауырып тұрған жоқсыз ба? Ойбай жоқ, әдемі, денем жеңілдеп. Аға, андай видео үшін андай айтып жүре аласыз ба, типа, блин, ауырып тұрмын, еще жұмыс істеткізіп қойды, бассейнға бекер түстім, ана көңілдеріне қарап, надоел, мен қинай береді, всегда осылай деп айтсаңызшы, аға, видео үшін. Просто видео үшін, аға, өтініш, хорошо? Андай бір настроение жоқ сияқты болып. Аға, қалай денсаулығыңыз қалай? Бассейннен ауырып қалған жоқсыз ба? Ай, сонда ауырып қалсам да, шамалы ауырыңқырап тұрмын, сонда да, мынау енді от жақ дейді. Қинап жатыр ма сізді? Қинап жатыр. Бұндай классистар керек па? Қиын, иә? Қиын, бірақ енді амал жоқ қой. Ауылда 84 түр осы қанақтыңыз? Аға, сіз жазатын не ем бар? Айтыңызшы, емдеп берейін сізді. Ем 2-3 күннен кейін бәрібір баншаға барам қойдысы. Қата, көкемдер уже істеп жатыр. олар фотосессия жәкең уже фотосессияға кірісіп кеткен ғой Айбай, стойка қарасыңыз. Брэд Питт қарын жоқ Әдемі ғой, ғой мындай негізі краш болған ба кезінде? кішкентай кезде жаман краш болды кейін сол жаңағы бақтияр будаларға еріп құрып бұл айтпаса жап жақсы Модель болатын деді. модель болады еді ғой жәке мынандайларға бүйтіп былай ше міне мен білемін ғой былай ше мындай Давай, екеуіңіз тұрсаңыздаршы екеуіңіз. билер ұқсайды ол енді мынауың қате болады былай ше Дубайда деп сақ қойыңыздар. Кеше 3-4 күн болды ғой. Тек қара жұмысқа сіз салып қойып жатыр да. Ол дұрыс емес пе? Дұрыс емес дегенде мен санаспаймын. Қолдан келгенше қанат үшін Істеріз. еңбегімді аямаймын. Былай негізі бәрі қара жұмыс істеу керек қой, дұрыс сіздер де демалуға келдіңіз бүгін тағы да. Шындап келсе сықыртсам қазір жүгіреді олар. Деп көрсе білсей. Көкем істеп жатыр. Көкем очкиін вообще шешпейді екен, иә? бұл негізі Ау? Ашки шешем оң көзінің ақауы бар да, сол клапан сәліне кеткен ба бірдеңе көздің жасаурайды. Сол Сіз үшін чисто андай трак андай механик. жаңағы клапан сайник бірдеңе деп ол жаңағы күлдіріп айтады бұрын күлетінбіз енді соны негізі мен оған сен осы клапан сайник бірдеңе дейтін әңгімелерінен шаршадым деп айтатын шығармын негізі Ал көкелер, ана жақты көріп келдім, от жанып жатыр. Бұда братан мына жақта жүр ғой, менен бір шығып тұр. Қазір сіз не істеп жатсыз аға? бұқтырма істейміз бұқтырма деген тамақ істейміз картошкамен етпен мынау маринадталған ет соны қазанға салып картошкамен жейміз Қазан кебап деді ғой? Бұқтырма деймін. қазан кебап Бірінші
ненің өзін, картошканың өзін майға шыжғырған майға бір қызартып қуырып аламыз и сүзіп аламыз. Сосын майды азайтып қойып етті бірінші, одан кейін етті қуырамыз. Бық болғаннан кейін сосын бетіне қайтадан картошка саламыз. Картошканы қуырып қайтадан алып тастайсың ба не? Иә. Бір сыртында қызартып бір қуырып аламыз. Иә, андай сырты күшті болып тұрады, иә? Жаңа ана кафедегі картошкалар сияқты ма? Кафедегіні мен қолымнан Фри? Жоқ, фри емес. Фри ана не ғой? Мына картошкаларды ашыңдар дейсіз. Мынау маринованный ма не? Иә, маринованный. Қашан мариновать етті оны? 2 күн болып тұрған. 2 күн болды ма маринадта тұрғанда? Бұл қайдан қай кезде мариновать етілген? Кешегі қанаттан алған жылқысы. Сол, содан өзіміз дайындадық. Жылқы Шымкентке деген келді ма? Жылқы аяғымен тікітік Шымкентке шейін келді ғой. В общем, біз бүгін қазан кебаб жейміз, еще шашлык жейміз. Етке тояқ деді. Бүгін қой етінен шашлык, сосын тауық етінен шашлык жейміз. Жоқ, кимадан жейміз. Кимай тауығын десе сен да. Сен Сіз жалпы окорочка тауық деген нәрсе жейсіздер ма? Неге жемейміз? окорочка жейміз. Жейсіздер ма? Жейміз. Сағына Негізі бірақ жылқының еті біздің ауылда бар. Жылына мен бір жылқы сойып аламын. Соны бала шағаммен жеймін ғой. Бірақ окорочканы сағынамыз бір, по-любому. Бұрын папаларда сөйтіп айтатын деп. Иә, ол окорочканың дәмі бөлек, жылқының етінің дәмі бөлек. Адам неше түрлі тамақ жеп тұру керек негізі. Иә. Ана қаз ше, қаз жейсіздер. Қаз бар ма ауылда? Қазы жейміз. Қазы емес, қаз. Иә. Құшатын қаз ба? Біздің жерде қаз жоқ қой. Жоқ, қаз асырамайды. Мынау Қостанай өңірінде сияқтарда асырайды қаздар. Арнайы бағып бір жылдан, сөйтіп бағып. Негізі жегесіздер ма асылған қаз? Жедік. Өте дәмді болады. Жабайы қаз, Жабайы қаз көктем жабайы қаз жейміз. Атып па? Атып. О, ұсталдыңыздар ма? Ұсталғанда өзінің несі бар ғой, уақыты бар ғой ататын. Май неге пайда білесің ба? Неге? Үсті күйіп қалды балдар. Иә. Құдай сақтасын. Балдар күйіп қалған жағдайда соның майын жағады. Ал достар, біз қазан кебапты істеуді бастап жатыр, аға. Қазір біз май құямыз ба? Май құямыз, полностью майды әбден құйып аламыз. Қанша құямыз? Бәрін құйып жібереміз 1 литрді. 1 литр полный ма? 1 литр полный құйып жібереміз. Бұда бәрін құясың ғой, көп болмай ма? Жоқ, өйткені қуырып аламыз ғой. Картошканы қуырып алғаннан кейін майды етке азайтып бөлек азайтамыз сол кезде. Пока май қылсын, Мынау жетеді мына май, иә? май жетеді. Молодец, мен досым аспазшы ғой. Кез келген тамақты істейді. Май қызды қазір нені қуырып алайық, картошканы қуырып алайық, құдай қаласа. Бісміллә. Қызартып өзіміз қуырып тастатын. Полностью қызартып қуырып алуымыз керек. Қып-қызыл болып тұрады ғой. Иә, қызыл болып тұрады, сосын Бұда бұл картошканың қуырасында сосын қайтадан алып тастайсың ба? Сүзіп аламын, иә. Сосын ет саламыз, ә? Майды азайтып, сосын ет саламыз. Еттің бөлек қуырып аламыз етті. Етті қуырып, оны боламыз. Сосын картошканы бетіне салып, Картошканы бетіне салып, и ары қарай боқтап тастаймыз. Аспазшы ғой, мен досым, мала. Йо, картошка мощно қызартты ғой. Иә. Осылай қуырылады. Сатын бәрін өсіп қызартып қуырып аламыз. Яка фри болып тұр ғой, иә? Фри. Большой фри, биг фри. Бауырсаққа да ұқсайды. Бауырсаққа да ұқсайды, иә? Негізі қарны ашқан адамға любой затқа ұқсай береді, жейтін, иә? Бұда ет әкелді мынау. Етті. Маринад жасалған. Маринад жасалған ет. Иіс шығып тұр ғой, Ол болса да сала бермей жүрші. Не түсіп қарайды, рас? Көп тамағын. Бұда өйстіп бәрі қолма салып шығасыз ба? Аударам ол? Ойбай, ет мощно қуырылыпты, иә? Иісі дейтін бұрқап. Енді қазір жуа саламыз ба? Қазір жуасын салып, тағы бір қуырып аламыз. Жуа аз емес қой. Жоқ, аз емес, нормально. Бір айдық жуа ғой. Өзі соғым береді жуа өзі. Жоқ болып кетеді ғой, иә? Иә, езіп кету керек қой. 10 минуттан кейін несін бір араласып көреміз. Еттің өзі белгілі, сырты белгілі болады. Қуырылғаны, қуырылмағаны. Соны көреміз. Тұз ше, тұз. Тұзы өзі жеткілікті. Артынан бір тұзын көрерміз. Ал бізде шашлыкты бастаймыз ба? Бастаймыз енді. Қой, анау қызды ма? Көрейінші, қызуын көрейінші мен. Әдемі. Қолын жақындатпай күйіп қаласың. Ойбай! Так, бізде мынау
мынау бізде кебаб қой. ай не істеп жатсыңдар? мына шоғын керемет болып тұрген досым сосын мынаны салып алайық деп шештім өзінің уақыты бар ғой. иә соны айтып тұрмын айналдыратын уақыты бар Әне оны сен оны мына өзі жігіттер салып қойыпты. Жаңа салдыңдар ма? Неше жаңа минут осы бір болды? 2-ақ минут болды 2 минут болса. Бір бетіндегі согы шығып, қазір уже буыла бастайды. Буырады. Сол кезде жаймен каждый көреміз. Ауыстырып көреміз. өзі жаңа уақытты айналдыратын ауыстырып біледі ғой ауыстырып көреміз. Пока енді осылай тұрады. ана шоқтың қызуы басылып баратса желпиді мә досым шашлыкты бастап жатсың ба иісі деген жерден күшті шығып Ja, мен келсем ол жігіттер шоғын ыңғайлап салып болған екен. мына жаңағы кима ма Бұл кимасы. Мына бетін қойып бұда аш көрейік ай пісті ғой пісті иісі деген тамаша болып тұр картошкасы бірден жеп жатыр. мына картошка екінші рет түсті ғой қазанға уже колбаса жеп жүрмін бұлардың тамағын неше күн болды тойдым уже басыңа бірдеңе киіп алмайсың ба жалғас ананың ішіне қыл түссе не істейсің шымкентте ыстырып кеткен бүгін аз киім шешіп тастадым. бізде будаға тамақ істетеміз да сол кезде неге Буда көбісі айтады еттің неге бір буда шетіне картошка қатты сыйма тамақ деп ше просто андай генетический нормально да гигиена ше андай Андай шаш салып алғанда будадан көрмейсіздер ма? ананың ішіне бір қыл шықса уже будадан көрмейміз пісті иісін көрдіңіздер күшті қазан кебаб деген осы енді пісті иісін көрдіңіздер күшті Ал бір қасқыр күйе жүр. кәне ауыз тиін онда неше сағат бардың бір тілек айтып жіберейін мынау енді әдемі демалыс болып жатыр осындай керемет кешті ұйымдастыруға ат салысқан үшін самая ұжымына алғыс айтамыз осы Шымкент біздің арнамызға жазылыңыздар Колокольчик басыңыздар. колокольчик басыңыздар комментарийға қандай тамақ істейік соны жазыңыздар манигашев қуырған жұмыртқа любой комментарий күшті комментарий жазыңыздаршы барынша Болды. в общем камераның бәрін өшіреміз біз бетімізбен кетіп камерасыз демаламыз Сөйтеміз аға. Айгуля өшірдіңдер ғой Класстастармен